Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздермен осындай жеңіл рецептпен жасалатын королевский тортын жасап үйренеміз. Алдымен керек заттар 2 жұмыртқа, қаймақ, құмшекер, ұн, қобсытқыш керек болады. Алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жаймендеп араластырамыз. Оған құмшекерімізді осылай аз-аздан бөліп, 2-ге 3-ке бөліп қосып араластырамыз. Енді осы жұмыртқамызбен құмшекерімізді шамамен 4 минуттай араластырамыз. Әбден аппақ көбік болып, массамыз 2 есе ұлғайғанша. Енді осыған қаймағымызды қосамыз. Қаймақты қосып, миксермен тағы да бір араластырып аламыз. Ұнымызға қобсытқымызды қосып, ұн мен қобсытқыны араластырып, осыны електен өткізіп қосамыз. Қыздар, мен каналыма жазылып кетіңіздер, алдағы уақытта сіздермен тағы да көптеген рецепттермен бөлісемін. Осы тестамызды 1/2 бөлікке бөліп, 1/2 ыдысқа 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуісіне осылайынан мейіз саламыз. Екінші ыдысымызға жаңғағымызды салып араластырамыз. Араластырып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Мен әр коржды жеке-жеке пісірдім. Мен пешім кішкентай болғандықтан. Осылайынан мейізіміз бір орынға тұрып қалмас үшін әр жерге шашыратып, қасықпен жөндеп жібереміз. Тестамызды тегістеп, арасына қалған ауасын шығарып, ұрғыштап пісіріп аламыз. Енді міне екінші тестамды құйып, оны да бетін тегістеп, жаңғағын бір жерге үйіліп қалмас үшін әр жеріне қойып, қызып тұрған пешке бұны да пісіріп аламын. Бұл қыздар тортымыздың 2 коржы. Енді тағы да 2 коржын дайындаймыз. Дәл жаңағы әдіспен тағы да тестамызды дайындап аламыз. Дәл солайынан сметанамызды қосып, құмшекерімізді, ұнымызды қосып, барлығын араластырып, тестамызды дәл жаңағыдай 2 бөлікке теңдей етіп бөліп аламыз. Бір тестамызға осылайынан макты саламыз. Осы тестамызды табамызға құйып, тағы да қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Енді екінші тестамызға какао ұнтағын қосып, миксердің көмегімен 1 келі теста шыққанша араластырамыз. Осы какао қосылған тестамызды құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сіздерге барлық керек заттарды видеоның астына жазып кетемін. Енді кезекте тортымыздың крем дайындаймыз. Салқын осындай сливкиімізға қант ұнтағын қосып, шамамен 10 минуттай әбден араластырамыз. Осылай баста сұйық болып араласады, кейіннен осылайынан шамалы қоюланғанша осылайынан араластырамыз. Енді осы сливкиімізға творожный сырды қосамыз. Творожный сырды қосып, тағы да миксермен 1 келі крем шыққанша, қоюланғанша араластырамыз. Міне видеода көргендеріңізде осылай қатты крем шығу керек. Міне біздің қыздар корждарымыз, әр коржымыз әр түрлі. Өте дәмді ұшады. Ең алдымен мен мак қосылған коржды салдым. Оған кремді салдым. Екінші какао қосылған корж,
Тағы да кремімізді саламыз. Одан соң орех қосылған коржымыз. Тағы да кремімізді жағып, ең үстіне мейіз қосылған коржымды қойдым. Енді сыртын қаптаймын. Осылай артылған кремге шамалы мақ қосып, осы мақ қосылған креммен тортымның сыртын біркелкі теп-тегіс қып жинап шықтым. Қыздар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады.